Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерді Қазақстанның ерекше табиғи аймақтарының бірі Мойынқұм шөліне виртуалды саяхатқа шақырамыз. Мойынқұм табиғаттың төзімділігі мен үйлесімділігінің жарқын мысалы. Ендеше осы бір ғажап өңірдің табиғатын бірге тамашалайық. Біздің аялдамамыз 5 зонадан тұрады. Экскурсия Шу қаласынан шығады. Шу қаласынан беріп Шу өзеніне қарай бақтаймыз. Шу өзенінің арқылы дала зонасына қарай барамыз. Дала зонасы қаладан тыс, шөлейт немесе дала аймақтарының табиғи ландшафтында жақын орналасқан аялдама. Айналасы көбіне табиғи өсімдіктер мен шөптермен қоршалған. Бұл зонада тіршілік ететін жануарлардың бірі құлан. Құландар Мойынқұм өңіріндегі ерекше жануарлардың бірі. Олар шөл және дала аймақтарына жақсы бейімделген. Құландар көбіне ашық кеңістікте, яғни дала зонасында тіршілік етеді. Дала зонасында тіршілік ететін жануарлардың бірі қаракүм түлкісі. Ол Мойынқұмның дала және шөл аймақтарында тіршілік етеді. Бұл түлкі көбіне түнде белсенді болып, күндіз үнінде жасырынады. Ол ұсақ кеміргіштермен, жәндіктермен қоректенеді. Бұл шірін қызғалдағы. Мойынқұм даласында өсетін сирек әрі әдемі гүл. Ол көктемде қысқа уақыт қана гүлдейді, ал жазда қурап, тұқым арқылы көбейеді. Екінші аялдамамыз Мойынқұмның ең маңызды компоненттерінің бірі Мойынқұм таулары. Мұнда қыран, жыртқыш құс биікте қалықтап ұшады. Ол өткір көзбен жемтігін алыстан байқап, тез шабуыл жасайды. Келесі аялдамамыз құм төбелері. Құм төбелерінің айналасы ашық, кейде желмен қалыптасқан шағын дюналармен қоршалған. Шөлге бейімделген ірі жануар түйе. Ол ұзақ уақыт сусыз жүре алады, май қорын өркешінде сақтайды, қатты ыстық пен суыққа төзімді болады. Құмда тіршілік ететін өте шапшаң жануар кесіртке. Ол күннің ыстығында белсенді болып, қауіп төнсе құмға тығылып кетеді. Құм жыланы құмда өмір сүруге бейімделген, денесі құмға енуге ыңғайлы. Рені табиғи қорғаныс ретінде қызмет етеді. VR-ға назар аудартсаңыздар, тасбақалар бейнеленген. Тасбақа баяу қозғалатын, бірақ ұзақ өмір сүретін жануар. Ол ыстықтан қорғану үшін көбіне ін қазып, күндіз жасырынып, кешке белсенді болады. Төртінші аялдамамыз оазис. Шөлдегі басқа жерлерге қарағанда өмірлік жағдай жеңіл, табиғи көлеңке мен су көздері бар орын. Оазис маңында ақбөкендер мекен етеді. Ақбөкендер топ болып тіршілік етеді және өте жылдам жүгіре алады. Олар шөптесін өсімдіктермен қоректенеді және маусымға байланысты қоныс аударады. Бесінші аялдамамыз сексеуіл тоғайы. Басты ерекшелігі сексеуіл ағаштары және бұталы шөптерден тұруы. Сексеуіл шөлге төзімді өсімдік. Оның тамыры өте тереңге кетіп, суды жер астынан алады. Сексеуіл тоғайында паналайтын құстардың бірі туадақ. Ол ұзын тұмсығы мен мойны арқылы топырақтан немесе судан тамақ алады. Мойынқұм шөлінің ең сүйкімді жануарларының бірі қоян. Ол кішкентай жүнді денесі бар. Құрғақшылыққа және құмды топыраққа бейімделген, шағын қазықтар мен қуыстар қазып үй жасайды. Бұл қосаяқ шөлдің ең ерекше жануарларының бірі. Қосаяқ түнде белсенді болады. Ол ұзын артқы аяқтарының көмегімен секіріп қозғалады. Қауіптенсе өте жылдам қашып кетеді. Виртуалды экскурсия барысында біз Мойынқұм шөліндегі әртүрлі аялдамаларды аралап, олардың ерекшеліктерін көрдік. Қорытындылай келе, экскурсия бізге Мойынқұм экожүйесінің әртүрлігін, табиғаттағы тіршілікке бейімделген ерекше жолдарын түсінуге мүмкіндік берді.